Номер 5 есеп. Осыдан 3 жыл бұрын ағасы мен қарындасының жастарының қосындысы 12 жас болды. 7 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы нешеге тең болады? Яғни біз байқасақ, бізде қазір деген момент бар. Уақыт осінде осыдан 3 жыл бұрын, яғни минус 3 жыл бұрын, және осыдан 7 жылдан кейін. 3 жыл бұрын олардың жастарының қосындысы 12 жас болған. Енді бізде адам екеу, яғни бірінші адам үшін 3 жас өтеді, екінші адам үшін тағы да 3 жыл өтеді. Осы екі адамға, яғни бірге 6 жыл өтеді. Яғни қазіргі кезде 12 қосылған 6 жыл, ол тең болады 18. Енді осы күннен бастап, қазіргі күннен бастап 7 жылдан кейін, яғни екеуі, біріншісі 7 жасқа қартаяды, екіншіде 7 жасқа қартаяды. Екеуі бірге 14 жасқа қартаяды. Яғни екеуінің жасын қоссақ, 18 қосу 14 тең болады 32 жас. Яғни екеуінің қосындысы 32 жасқа тең болады. Қандай бізде қателік болуы мүмкін? Егер бір адам үшін 3 жыл өтсе, ол екінші адамда үшін 3 жыл болады, бірақ та екеуінің ортақ жасы кейбіреулер 3 деп алады. Бірақ та дегенмен, мен үшін 3 жыл өтсе, сіз үшін 3 жыл өтсе, екеуміз бірге, онда 6 жыл болады. Осыны сіз есте сақтаңыз.